Баршаңызға сәлем. Оригинал пиццериядағыдай пицца түрін дайындаймыз. Енді сіздер пиццаны сатып алмай, үйде де өзіңіздің қолыңыздан-ақ жасайтын боласыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Өте құнды ақпараттармен бөлісетін боламын. Ең алдымен суымызға 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қантымызды салып, және де 1 шай қасық ашытқы, яғни дрожжи салып, бетін тарелкамен жауып қоямыз. Бізде көпіршік болып көтерілуі қажет осы массамыз, және өлшеп алған ұнымыздың үстіне бетіне сұйық май немесе оливковое майды құйсаңыздар да болады. Мен сұйық майды пайдаландым. 25 грамм сұйық май құйып, үстіне мінекей біздің жаңағы массамыз дайын болды. Беті көпіршік болып осылай пайда болады. Барлығын бірден құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ең басында қолымыздың қатты күшімен баспай, саусақтың ұшымен ала отырып басатын боласыздар. Себебі қатты күшпен бассаңыздар, қамырларыңыз қатты болып қалатын болады. Сол себепті жай күшпен ақырын ала отырып, осындай қолға жабыспайтын бір келкі жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Міне көргендеріңіздей бізде осындай жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр пайда болды. Енді барлығын біріктіру үшін мен досканың үстіне қойып біріктіріп алдым. Міне осымен біздің қамырымыз дайын. 30 минутқа бетін жауып қойып қоямыз, немесе салфанға да жауып қойып қойсаңыздар болады. 30 минут уақыт өткеннен кейін тағы да екінші қайра басып жіберетін боламыз. Осындай бізде жұмсақ қамыр дайын болады. Қамырды сопақша етіп жайып, теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Бізде бір қамырдан 2 пицца шығатын болады. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп, күлшелеп аламыз да, бетіне оливковое масло немесе үйдегі бар сұйық майды жағып, ортасы бірігіп қалмау үшін мен ортасына қасықты қойып қойдым, және бетін жауып тағы да 30 минутқа тындырып қойып қоямыз. Бізде қамырымыз өте үлкен көлемде болып көтерілуі қажет. Келесі біздің қамырымыз көтерілгенге дейін пиццериядағыдай өте дәмді болып шығатын соусын дайындаймыз. Соус жасалу әдісі өте қарапайым. Ең алдымен 2 қызанағымызды алып, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз да, бетін тарелкамен жауып қойып қоямыз. Міне шамалы уақыт өткеннен кейін осылай ортасынан бөлеміз 4 бөлікке, және осылай шыртының барлығы өте жеңіл алынатын болады. Міндетті түрде ыстық суға салып осылай алатын боласыздар. Ал ыстық суға салмай алатын болсаңыздар, ол сырты алынбай қатты болып тұрады. Және осылай блендердің ыдысына салып езіп аламыз блендермен, ешқандай түйіршік қалдырмай. Келесі плитамыздың үстіне табамыздың ішіне майын қойып, және 2 дана чеснок, яғни сарымсақты салып қуырып аламыз. Бізде осындай май көп көлемде болмауы қажет. Сәл ғана майымызды құйып, үстіне сарымсағымызды саламыз да, жақсылап қуырып аламыз, және жаңағы есіп алған қызанағымызды құятын боламыз, және баяу отта біз қайнатып аламыз. Қатты қызып тұрған отта қоймау қажет, себебі біздің қызанақтарымыз шетінің барлығына шашырап кететін болады. Және үстіне тәтті паприка деп аталады. Кез келген магазиндерде осы тәтті паприканы сатады, және дәміне қарай тұз қосамыз. Барлығын біркелкі араластырамыз, және арасына орегано деген дәмдеуішті қосамыз да, барлығын жақсылап араластырамыз. Шамамен 1 минуттай қайнатып аламыз да, бөлек ыдысымызға құйып аламыз. Келесі мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Көргендеріңіздей өте пышны болып, жұмсақ болып тұр. Енді пергамент қағазымыздың үстіне қойып, жақсылап қолымыздың көмегімен жайып шығатын боламыз. Үстінен май, ұн, ештеңе сеппейсіздер, тек қана қолдың көмегімен жайып шығамыз. Формамыздың көлеміне қарай. Менде формам квадрат болғандықтан сопақша етіп жайып алдым да, дайындап алған соусты бетіне біркелкі етіп жағып шықтым. Дәл осы пиццаны духовкаға салар алдын духовканы 280-300 градусқа 15 минут бұрын қыздырып қою керек. Содан кейін барып духовкаға салатын боламыз, және духовкада осы пиццаны 10 минут әрі кетсе ұстаймыз. Одан артық тым көп ұстамау қажет, себебі біздің қамырымыз қатты болып, бетіне сепкен
пиццамызда күйіп кететін болады. Сол себепті тек қана 10 минут қана ыстайсыздар. Және осы сырымызды сеуіп және бетіне кез келген қалауыңшы салмасын сала берсеңіздер болады. Бетіне пісіп қалды деген уақытта осылай кішкене сыр сеуіп қойсаңыздар болады. Осымен біздің пиццамыз дайын болды. Өте жұмсақ, 10 минутта дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып қоюды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса, пікір бөліміне жазып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Және каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан кез келген ұнаған рецептеріңізді көре аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіз.